жігітім үйленемін деп аяғым ауыр болғанда тастап кетті дейді. Не істесем болады дейді. Болары болды. Қазақ айтпақшы, бояуы сіңді. Енді болары болып, ұстарың ұстатып, істеріңді істеп, аяғың ек қабат болып, еще қалған кезде не айтып отырсың, айтшы. Баяғыда қайда қалдың? Мына лапшаның бәрі саған ілді, мына жаңа ролтон, мына жаңа бигбонның бәрін ілді, ілініп болдың. Енді не айтамыз? Міне басқа қыздарға осы сенің өмірің сабақ болсын. Нет, мен жүруім керек, мен бүйт көруім керек әлі өмір дегендерге міне сабақ ала беріңіздер. Аяғың ауыр қалдың. И солай болады. Пока я еще молодая, мен жүруім керек дегендердің түбі көпшілігі солай болады. Көпшілігі, бәрі деп тілін дегізбей ақ қояйын, көпшілігінің аяғы осымен аяқталады жаным. Басқаларына сабақ болсын. Өз біреудің басындағыдан үйренген жақсы болады. Сондықтан Алла саған сабақ берсін осыдан. Енді болары болды, сол балаңды өсір, бағың ашылып жатса ертең күйеуге шығарсың, тағы да басқа біреуге. Анау шпион, қашып кеткен шпион оңбаған кесек көрерсің, кемесе өзің өмірді жетілдіресің. Бұл саған өмірлік таяқ болды. Таяқ болды. Осы таяқты енді біреуден көрме. Ол кінәлі, ол өз жауап береді. Бірақ ты тоже виновата. Сен де саусүйдің болған емессің. Үндемей жүрдің, было тебе тоже хорошо. Құлағыңа лапша ілдің, барлығын алдың. Енді осыдан сабақ жина жаным. Айтарым сол.